Сәлеметсіңдер ме? Hello. Здравствуй. Бүгін біз present continuous, яғни нағыз шақты өтеміз. Мысалы, мынандай сұрақ қоятын болсақ, What are you doing now? Қазір не істеп отырсың деген сияқты. Мысалы, I'm speaking now. Мен сөйлеп тұрмын. You are listening. Сен тыңдап отырсың. Яғни мұнда етістікке ing жалғанады. Қазақ тілінде бұл шақты нағыз шақ деп атайды. Мысалы, мен сабақ түсіндіріп тұрмын. Сен жазып отырсың. Ол дүкенде жүр деген сияқты. Онда яғни нағыз шақты настоящее время дейміз, present continuous дегеніміз осы